Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен бірге біз Pinduoduo сайтына адрес енгізуді үйренеміз. Соған орай Pinduoduo сайтына кіргенде басты беттен домалаққа қарай соңғы домалағына өтеміз. Өткенде пойыздың қасында тұрған галочкаға басамыз. Басқанда бізде осындай қызыл және ақ неге сызықта тұрады. Ақ сызық біздің кәдімгі каргоға тіркелетін сызық, қызыл сызық ол бізге Қазақстанның адресіне тіркелетін сызық. Сіздерге советую Қазақстанның адресіне тіркелмеу. Өйткені оның адресі де адресіне баратын заттар да доставкасы де весіне де ақша көп кетеді. Олар қымбатқа түседі сіздерге. Бірақ келесі видеода оған қалай тіркелуді де жазып кетемін. Ең алдымен біз ақ сызықты басып, өзіміздің каргомызға тіркелеміз. Мен заметкіде өз каргомның несін копировать етіп қойғам. Осы каргоның адресін аламын да копировать етемін. Копировать еткен соң бұл адресті копировать етіп, енді оны алып Pinduoduo сайтынан тіркейміз. Тіркегенде ақ сызықты басып, осы адрес толтыратын жерді ғана копировать еткенді қойып, менде каргоның аты Аско 585. Сіздер мен жазғанымды жазбаңыздар. Жазған кезде және не жақшаның ішінде қаласын жазамыз. Шымкент болса Шымкент, Алматы болса Алматы. Адресті толтырды. Толтырғаннан кейін ең соңғы бетіне өтіп, соңғы жазуын қасына жақша қойып, нөмірімізді жазамыз. Сіздер мен жазғанымды жазып қайталамаңыздар. Өз карголарыңыздың адресін тіркеңіздер. Менікін жазып тіркейтін болсаңыздар, сіздің заттарыңыз, тауарларыңыз маған келуі мүмкін. Сондықтан өз карголарыңызды тауып, карго дегеніміз сіздерден Қытайдан Қазақстанға доставкамен аман-есен, жақсы сынбай, майыспай әкелуіне көмектеседі. Арзан доставкамен. Міне нөмірімізді жазып, қасына жақшаны жауып, Рауани деп жазамыз. Атымызды жазамыз. Жазғаннан кейін бұл осылай тіркелді. Тіркелгеннен кейін менде қазір бір каргодан 2 адресі бар. Осылай болды, тіркелді.